Петропавлда мәдениет саласы қызметкерлерінің облыстық конференциясы ұйымдастырылды. Секциялық форматта өткен жиында түрлі тақырыптар төңірегінде әңгіме өрбіді. Сандық Қазақстан бағдарламасы бүгінде облыста ойдағыдай жүзеге асырылып келеді. Мәселен, қазіргі уақытқа дейін өңірдің 18 мыңнан астам кітап, журнал газеттегі материалдары электронды базаға енгізілді. Цифрлық контентқа көшіру жұмысын біз сол 2000 жылдардың басынан бастадық. Бізде электрондық кітапхана құрылды сол кезде 2002 жылы. Сол электрондық кітапхана бөлімі Қазақстан Ресей шекаралардағы кездесулер жобасы бойынша электрондық кітапхана бізде құрылған. Сол электрондық кітапхана сол кезден бері осы цифрлық контентке көшіру жұмысымен айналысады. Құжат негізіндегі материалдарды цифрландыру жұмысы әлі де жүргізіліп келеді. Мәселен, облыстағы кітап қоры 3 миллион 800 мыңнан асады. Өңір архиві де электронды жүйені 2013 жылдан бастап меңгеріп келеді. Нәтижесінде 800 мыңнан астам тарихи құжат парағы цифрландырылды. Айта кеткен жөн, Қызылжар TEDx форматы мәдениет қызметкерлерінің тәжірибе алмасуы алаңы негізінде өткізілді. Рухани жаңғыру бағдарламасының аясында өткізіп жатыр. Бірнеше спикер сөз сөйлейді. Өздері осы мәдениет саласына қызмет ете келіп, бүкіл жинаған тәжірибелерін осы біздің қызмет әріптестеріне оны таныстырады. Конференцияда терме тақырыбы туралы да айтылды. Өкініштісі, төл өнеріміз облыста жоғары деңгейде дамымай отыр. Терме жанры мынау батыс пен сыр бойы, Қызылорда өңірі, оңтүстік өңірлерде өте керемет дамыған. Себебі анау сыр бойының бойындағы өзі бірнеше елді мекендердің өзі сырдың бойынан бірнеше жыраулар, сол жыраулардың термелері орындалады. Терме деген қарап таңдап алатын адамға термелер көп, бірақ оның айтушылары жоқ біздің өңірімізде. Бүгінде облыста 605 мәдениет нысаны мен архиві жұмыс істеп келеді. Жыл сайын олардың саны артуда. Сондықтан болар қызметкерлердің кәсібилігін жоғары деңгейде ұстау. Бұл саланың басты мақсаты. Тың конференцияның негізгі бағыты да осы.